Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен қашықтан оқыту жағдайында оқушылардың белсенді әрекетін ұйымдастыру үшін онлайн құралдардың рөлі туралы сөз қозғайтын боламыз. Қашықтан оқыту барысында біздің ең бірінші қоятын сұрағымыз ол әрине оқушылардың назарын сабаққа аудару, оқушы қызығушылығы болып табылады. Екіншіден, оқушыны ойландыра алу, яғни тапсырмалардың Блум таксономиясына негізделуі. Үшіншіден, бірлескен әрекеттерді ұйымдастыра білу, олардың өзін-өзі басқара алуына жағдай жасауымыз керек. Сонымен қатар қашықтан оқыту жағдайында тапсырмаларды бейімдеп бере алуымыз қажет. Бізге көп көмекке келген ол Teams білім беру платформасы болып табылады. Бұл платформаның артықшылықтарын барлықтарымыз да білеміз. Екіншіден, оқылым, тыңдалым және де грамматикалық нормаларды меңгертуде Learning Apps қосымшасының артықшылығы, көмегі өте зор болды. Одан кейін жаңа сөздерді меңгерту барысында Quizzes, WordWall, Learning Apps қосымшалары өте тиімді екендігіне біз көз жеткізе алдық. Яғни оқушылар ойын түрінде меңгеретін болды. Түрлі бірлескен әрекеттерді ұйымдастыру үшін біз Jamboard тақтасын және де Padlet тақтасын қолдана алдық. Әр тақтаның да өзіндік ерекшелігі мен артықшылығы бар. Келесі түрлі викториналар, қызықты тапсырмалар ұйымдастыру үшін бізге Flippity платформасы көмекке келді. Тағы да бір айта кететін жағдай, Flippity қосымшасында Random Name Picker деген бар, яғни оқушыларды кездейсоқ жауап беруге шақырады және де кездейсоқ жұпқа, топқа бөлуге мүмкіндік береді. Одан кейін оқушылардың шығармашылық әлеуетін арттыру үшін Chatterpix, Story Jumper және Storyboard Z деген бағдарламалар өте зор ықпал етті. Сондай-ақ әртүрлі тест жұмыстарын ұйымдастыруда видео сұрақтар қарастыру үшін PlayPoist, одан кейін тест сұрақтарына Kahoot қосымшасы және де Quizzes қосымшасы өте зор ықпалын тигізді. Сондай-ақ мен осы қосымшалар туралы өзімнің YouTube каналыма салып отырамын. Осы әріптестердің тарапынан көптеген сұраныстар түскендіктен мен YouTube каналын ашқан болатынмын, және де бұл YouTube каналы қазақ тілді канал болып табылады. Бүгінгі таңда әріптестер тарапынан өте көп оң пікірлер келіп жатыр.